Көптен бері жас кезден үлкендеріміз болды, аталар болды, әжелер болды. Менің өзімнің ұлы шешем, Күләндер апам, апа деп кеткенбіз әжемізді. Ол кісі өте білімді, зерек адам болды. Ол кісіні жас ұлғая келе Қарамолла деп атайтын. Сол кісінің айтқандары есімде қалған кітап етіп шығарып отырмын. Іші алтын кеніші дейді ел ішіндегі қарияларымыз өзінің алтын сандық кеудесіндегі бар дүниесін ұрпаққа, өзінің кейінгі буынға аманаттап кетсе, өсиет деп айтса, ол елдігіміздің, жердігіміздің тарихы есептелінеді. Сол себепті де осы тұсаукесер кітапты мен редакцияладым. Арғы жағы жаңағы мына жоңғар шапқыншылардан кейін ата бабаларының басынан кешірілген қанды тарихынан басталса, соңғы жағы мынау кеңестік одақ дәуіріндегі репрессияға ұшыраған немесе жаңағы әртүрлі зұлмат жылдарындағы ата бабаларының тарихына, соңғысы өзінің жаңағы атасынан ботасына дейінгі тарихын баяндаған ұрпаққа керекті ұлағатты кітап деп есептейміз.